Құрметті тыңдаушылар, бүгін біз білім беру саласындағы киберқауіпсіздік негіздері атты маңызды әрі өзекті тақырыпты қарастырамыз. Біз цифрлық технологиялар дәуірінде өмір сүріп жатырмыз, оқу, қарым-қатынас және тіпті ойындар да онлайн кеңістікке көшті. Алайда жаңа мүмкіндіктермен қатар жаңа қауіптер де пайда болды. Сондықтан да бүгінгі күні әсіресе білім беру саласында киберқауіпсіздікті түсіну бұрынғыдан да маңыздырақ. Киберқауіпсіздік бұл ақпарат пен ақпараттық жүйелерді сандық қауіптерден қорғауға бағытталған іс-шаралар жиынтығы. Оларға фишинг, аккаунттарды бұзу, зиянды бағдарламалар, жалған ақпарат тарату және кибербуллинг жатады. Білім беру ұйымдары жиі кибершабуылдардың нысанына айналуда. Мектептер мен жоғары оқу орындарында оқушылар мен қызметкерлердің жеке деректері сақталады. Ішкі платформаларға, электрондық күнделіктер мен желілік қызметтерге қол жеткізіледі. Бұл жүйелердің киберқауіпсіздігінің бұзылуы жеке адамға да, ұйымға да елеулі зиян келтіруі мүмкін. Қорғанысты қамтамасыз ету үшін нормативтік құқықтық құжаттарды білу маңызды. Қазақстанда білім туралы, ақпараттандыру туралы заңдар, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздік бойынша стандарттар мен ережелер қолданылады. Осы актілерді білу ақпаратты сауатты қорғау саясатын құрудың негізі. Алайда техникалық шаралар бұл мәселелердің бір ғана бөлігі. Мұнда мұғалімнің рөлі өте маңызды. Дәл осы педагог оқушыларға цифрлық сауаттылықты қалыптастырады, киберетиканың негіздерін түсіндіреді және желідегі қауіпсіз мінез-құлықты үйретеді. Фейк жаңалықтарды тану, сенімді құпия сөз жасау, киберқауіп туралы ересектерге хабарлау, мұның бәрі сыныптан басталады. Білім берудегі киберқауіпсіздік бұл тек технология туралы емес. Бұл мәдениет, саналы көзқарас пен жауапкершілік. Мұғалім осы процестегі негізгі тұлға. Осы модульден сіз бүгінгі күндегі терминдер мен қауіптер, мектептердегі ақпараттық қауіпсіздікті реттейтін заңдар және әр педагогтың балаларда цифрлық мәдениетті қалыптастыруға қалай ықпал ете алатыны туралы білесіз.